Біз спутниктер ұшырдық, айға қондық, Марсқа робот жібердік. Бірақ жер бетінде әлі күнге дейін ғылым толық түсіндіре алмаған жерлер бар. Кейбірінде адамдар із-түзсіз жоғалып кеткен, кейбірінде компастар жұмыс істемейді, ал кейбір құпиялар жүздеген жыл өтсе де шешілген жоқ. Бүгін біз ғылымның өзі жауап іздеп жүрген ең жұмбақ 10 орынға барамыз. 10-шы. Бермуд үшбұрышы. 1945 жылдың 5 желтоқсаны. АКШ әскери теңіз күштерінің 5 ұшағы Флоридадан оқу жаттығуына ұшты. Барлығы қалыпты басталды. Бірақ бірнеше сағаттан кейін радио арқылы үрейлі хабар келді. Біз қайда екенімізді білмейміз. Компастар жұмыс істемей жатыр. Мұхит дұрыс көрінбейді. Бұл ұшқыштардың соңғы сөздерінің бірі болды. Көп ұзамай байланыс үзілді. 5 ұшақ, 14 адам із-түзсіз жоғалып кетті. Оларды іздеуге бірден құтқару ұшағы жіберілді. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол да жоғалып кетті. 13 адаммен бірге. Сол күні жалпы 27 адам жоғалды. Бірде-бір сынық табылмады. Бірде-бір дене табылмады. Бірақ Бермуд үшбұрышының ең әйгілі құрбаны ұшақ емес еді. 1918 жылы АКШ алып жүк кемесі USS Cyclops Барбадостан жолға шықты. Кеменің ұзындығы 165 метрден асатын. Бортында 309 адам болды. Кеме ешқандай SOS сигналын жібермеді. Ешқандай апат туралы хабар бермеді. Бірақ межелі жерге ешқашан жетпеді. Ол мұхиттың бір жерінде із-түзсіз жоғалып кетті. АКШ әскери теңіз күштері тарихындағы соғысқа қатыспаған кемелер арасындағы ең үлкен адам шығыны осы оқиға болды. 309 адам. Бірде-бір аман қалған адам жоқ. Бірде-бір сынық табылмады. Бірде-бір құтқару қайығы табылмады. Содан бері Бермуд үшбұрышы әлемдегі ең әйгілі құпия аймақтардың біріне айналды. Ғалымдар бұл оқиғаларды дауылдармен, навигациялық қателермен және адами факторлармен түсіндіруге тырысады. Бірақ бір сұрақ әлі күнге дейін адамдарды ойландырады. Сол күні Атлант мұхитында нақты не болды? 9-шы. Қанды сарқырама. 1911 жылы Антарктидаға барған зерттеушілер күтпеген нәрсені көрді. Аппақ мұздықтың ортасынан қан ағып жатқандай қызыл сұйықтық төгіліп жатты. Көп адам алғаш көргенде бұл мүмкін емес деп ойлады. Өйткені Антарктидада тіршілік ету өте қиын, ал мұнда белгісіз қызыл су жер бетіне шығып жатқан еді. Ғалымдар ұзақ уақыт бойы оның себебін түсіне алмады. Кейбіреулер қызыл балдырлар болуы мүмкін деді. Басқалары белгісіз микроорганизмдер болуы мүмкін деп болжады. Бірақ шындық одан да қызық болып шықты. Мұздың астында шамамен бірнеше миллион жыл бойы сыртқы әлемнен оқшауланған тұзды көл жатыр. Ол көлдің суында темір өте көп. Су жер бетіне шыққанда темір оттегімен әрекеттесіп, тот басқандай қызыл түске айналады. Сондықтан сарқырама қан ағып жатқандай көрінеді. Бірақ ең қызығы басқа. Бұл көлде күн сәулесін ешқашан көрмеген микроорганизмдер өмір сүреді. Олар миллиондаған жыл бойы мұз астында тіршілік етіп келген. Ғалымдар дәл осы организмдерді зерттеу арқылы басқа ғаламшарларда өмір болуы мүмкін бе деген сұраққа жауап іздеуде. Мүмкін Антарктида мұздарының астында жасырынған құпиялар бізді Марста немесе Европа серігінде өмір табуға жақындататын шығар. 8-ші. Наска сызықтары. Перудің құрғақ шөлінде алып суреттер жатыр. Өрмекші, маймыл, калибри. Тіпті ұзындығы 100 метр болатын белгісіз фигуралар. Бірақ ең қызығы, оларды жерден тұрған адам толық көре алмайды. Суреттерді тек аспаннан қарағанда ғана анық байқауға болады. Бұл сызықтарды Наска халқы шамамен 2000 жыл бұрын жасаған. Олар шөлдің қара тастарын алып тастап, астындағы ашық түсті жерді ашқан. Осылайша алып суреттер пайда болған. Бірақ бір сұрақ әлі күнге дейін адамдарды ойландырады. Ұшақта, әуе шарыда болмаған заманда олар мұндай алып суреттерді қалай дәл сала алды? Кейбір зерттеушілер оларды астрономиялық күнтізбе болған деп есептейді. Басқалары діни рәсімдер үшін жасалған дейді. Ал кейбіреулер тіпті бөгде ғаламшарлықтар туралы теориялар ұсынады. Бірақ бүгінге дейін нақты жауап жоқ. Және олардың шын мақсаты адамзат тарихындағы ең үлкен жұмбақтардың бірі болып қала береді. 7-ші. Сокотра аралы. Үнді мұхитының ортасында орналасқан Сокотра аралына алғаш келген адамдар бір нәрсені айтты. Бұл жерге ұқсамайды. Аралдағы ағаштар алып саңырау құлаққа ұқсайды. Кейбірі аспанға төңкерілген қол шатыр сияқты көрінеді. Ал кейбір ағаштардың дінінен қызыл қанға ұқсас шырын ағады.
Сондықтан оларды Айдахар Кана ағашы деп атайды. Сокотра шамамен 20 миллион жыл бойы басқа құрлықтардан оқшау жатқан. Сол себепті мұнда ерекше тіршілік пайда болды. Ғалымдардың айтуынша, аралдағы өсімдіктердің 1/3 әлемнің ешбір жерінде кездеспейді. Олар тек осы аралда ғана өседі. Кейбір өсімдіктер соншалық ерекше болғандықтан, ғалымдар алғаш көргенде оларды басқа планетадан келгендей сипаттаған. Сондықтан Сокотраны жиі жердегі ең бөтен орын деп атайды. Бірақ бұл аралдың жұмбағы тек өсімдіктермен шектелмейді. Мыңдаған жылдар бойы мұнда адамдар өмір сүріп келеді. Алайда аралдың қалайша соншалық оқшау қалып, ерекше табиғатын сақтап қалғаны ғалымдарды әлі де таңғалдырады. Егер бір күні Марсқа барып, ондағы табиғатты көрсек, ол дәл Сокотра аралы сияқты көрінуі мүмкін. Өйткені бүгінгі күні жер бетінде басқа планетаға ең ұқсас орындардың бірі дәл осы Сокотра. 6. Моай мүсіндері. Тынық мұхитының ортасында орналасқан кішкентай Пасха аралында жүздеген алып тас мүсіндер тұр. Олардың аты Моай. Кейбірінің биіктігі 10 метрден асады. Салмағы ондаған тоннаға жетеді. Бір қарағанда олар жай ғана тас мүсін сияқты. Бірақ олардың артында үлкен құпия жатыр. Бұл мүсіндерді Рапа Нуи халқы шамамен 1250-1500 жылдар аралығында жасаған. Ғалымдар бүгінге дейін 900-ден астам Моай тапқан. Олардың көпшілігі аралдың ішкі бөлігінен жағалауға қарай қарап тұр. Бір қызығы, олар теңізге емес, арал тұрғындарына қарап тұрғандай көрінеді. Көп адам Моайлардың тек басын көреді. Мүсіндердің жер астында қалған үлкен денелер бар екен. Кейбірінің биіктігі бірнеше қабатты үймен бірдей. Бірақ ең үлкен сұрақ басқа. Ежелгі адамдар бұл алып тастарды қалай қозғады? Кейбір Моайлардың салмағы 80 тоннадан асады. Ал ең үлкен аяқталмаған мүсіннің салмағы шамамен 270 тонна болған. Бұл қазіргі Boeing 747 ұшағының салмағына жақын. Сонда олар мұндай алып тастарды ондаған шақырымға қалай жеткізді? Ғалымдар әртүрлі теория ұсынады. Біреулері ағаш бөренелермен сүйреген дейді. Басқалары арқанмен тербетіп жүргізген деп есептейді. Бірақ нақты қалай болғанын ешкім толық білмейді. 5. Шайтан теңізі. Жапонияның оңтүстігінде бір аймақ бар. Жергілікті теңізшілер оны ғасырлар бойы Шайтан теңізі деп атаған. Бұл жер Токионың оңтүстігіндегі Тынық мұхитында орналасқан. Көп адамдар оны Бермуд үшбұрышының жапондық нұсқасы деп атайды. 1950 жылдары Жапония үкіметі бұл аймақты зерттеу үшін арнайы кеме жіберді. Кеменің аты Кайо Мару номер 5. Бортында 31 адам болды. Бірақ кеме кенеттен жоғалып кетті. Экипаждың ешқайсысы қайтып оралмады. Осы оқиғадан кейін Жапония билігі бұл аймақты уақытша қауіпті теңіз аймағы деп жариялады. Бұл аймақта су астындағы жанартаулар өте көп. Кейде олардың атқылауы судың тығыздығын өзгертіп, кемелердің тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар күшті ағыстар мен кенеттен өзгеретін ауа райы да қауіпті жағдай туғызады. Бүгінде көптеген зерттеушілер бұл құбылыстардың табиғи себептері бар деп есептейді. 4. Ричат құрылымы. Егер сен ғарышқа ұшып барып, Сахара шөлінің үстінен қарасаң, көзге бірден түсетін алып сақинаны көресің. Оның диаметрі шамамен 40 шақырым. Бұл Ричат құрылымы. Кейде оны Сахараның көзі деп те атайды. Ұзақ уақыт бойы ғалымдар бұл не екенін түсіне алмады. Кейбіреулер оны алып метеорит құлаған жер деп ойлады. Басқалары жанартаудың ізі болуы мүмкін деді. Тіпті НАСА астронавтары оны ғарыштан бағдар ретінде пайдаланған. Өйткені ол мыңдаған шақырымдық шөлдің арасында бірден көзге түседі. 3. Мариана шоғымасы. Тынық мұхитының түбінде орналасқан бұл алып жыраның терминіндігі шамамен 11 шақырым. Егер әлемдегі ең биік тау Эверестті осы жерге аударып қойсақ, ол толықтай су астында жоғалып кетер еді. Бұл тереңдікте күн сәулесі мүлде жетпейді. Толық қараңғылық, мәңгілік суық. Ал қысым соншалық күшті, адам денесін әп-сәтте жаншып тастар еді. Айға барған адамдар саны Мариана шоңғымасының ең түбіне түскен адамдардан көп. 1960 жылы Жак Пиккар мен Дон Уолш арнайы батискафпен түбіне жетті. Содан кейін ондаған жыл бойы ешкім бұл жетістікті қайталай алмады. Бірақ ең таңғаларлығы басқа. Ғалымдар мұндай жағдайда ешқандай тіршілік болмауы керек деп ойлаған. Алайда зерттеулер мүлде басқа нәрсені көрсетті. Кеңіс түбінде белгісіз тіршілік иелері өмір сүріп жатыр.
бұрын ғылым көрмеген балықтар, мөлдір жәндіктер, алып амфиподтар және әлі атауы берілмеген көптеген организмдер. Тіпті ғалымдар Мариана шоңғымасының түбінен пластик қалдықтарын тапты. Адамзаттың ізі әлемнің ең терең нүктесіне дейін жеткен. Бірақ мұхит түбінің 80%-дан астамы әлі толық зерттелмеген. Яғни біз айдың бетін, өз мұхитымыздың түбінен жақсырақ білеміз. Мүмкін дәл қазір Мариана шоңғымасының қараңғылығында ғылым әлі көрмеген тіршілік иелері жасырынған шығар. Екінші, Кола супертерең ұғымасы. 1970 жыл. Кеңес одағы адамзат тарихындағы ең батыл ғылыми жобалардың бірін бастады. Мақсат өте қарапайым еді. Жердің мүмкіндігінше терең қабаттарына жету. Бір ғасыр бойы адамдарды таңғалдырған құпияның жауабы қарапайым болып шықты. Бірақ бұл бізге маңызды нәрсені еске салады. Табиғаттың ең үлкен жұмбақтарының артында кейде сиқыр емес, ғылым тұрады. Ал қазірдің өзінде ғалымдар түсіндіре алмай жүрген қанша құпия бар екенін ешкім білмейді.